Қызылқоға ауданындағы Миялы деп аталатын елді мекен оның кең жүрегінде алтын әріптермен жазылып тұр. Өйткені ол құттарып, бақ қонған сол ауылдың төл перзенті. Талай тау тұлғалардың кіндік қаны тамған берекелі өлкенің бетке ұстары. Табанының ізі қалған киелі тайсойған топырағын әулиедей көреді. Елі де оны көкке көтеріп құрметтейді. Себебі ол да біртуар ерлердің көшін абыроймен жалғап келе жатқан халық қалаулысы. Аядай там үйде өмірге келіп, қоңырқай тірліктің астарындағы көркемдікті көрсетті менсінбейтіндерге. Қарақазан мен ошақты эталонға балап, қанағат деген ұғымды болмысына мықтап байлады. Сары атыраптың төсінен қуат алып, дала данышпандарының дәстүрлі мектебінен өтті. Сөйтіп, бойына дарған ізгілік пен өз ортасына мейірім мұнарасын орнатты. Бұл Мұрат Сармановтың сара жолы. Ауылда дала заңыменен, ата заңыменен тәрбиелендік. Бойымызға ауылдың мейірімін, ауылдың ауасының тазалығын, ауылдың жайбарақат өмірін сіңіріп өстік. Сол себепті де сол қанға сіңген әдетпенен алға қарай дамып басып келе жатырмыз. Ол енді мынау Аллаға тәубе дейік, ортада да, жұмыста да, еңбекте де өзінің жемісін берді. Бала болып, мінез көрсетіп, бір өте тентекті құрған жоқ. Өзі әуелден сол бастамадан өзі баланың үлкені, тәрбиесі атасы мен әжесі болды. Солардың тәрбиесін алды. Көп бала болып ойнап та кеткен жоқ ол. Енді қай жағынан да мақтай бір деп айтарсыңдар, бірақ шаруаға жақсы, сол арттағы іні қарындастарына үлгі көрсетерлік. Ризамын, ана сүтін ақтады. Шежірелі қарттардың тәрбиесін бойына сіңірген Мұрат, ата әже институтының көрнекті өкілі, қазыналы Сарман қарияның өкілеген қыраны, үміті һәм үздігі. Сарман ақсақал өз заманында зиялы адам болған, орысша, жәдетше жазып хаттанған, түрлі қиссалар мен дастандарды, аңыз ертегілерді және Мұрат Мөңкеұлы мен Ғылман Шөрековтің жырларын жатқа айтқан. Бала Мұрат ата өнегесін санасына тоқып, зеректігін қалыптастырды. Қанмен дарған тектілік ата тәрбиесімен ұштасты. Ата ойнаған жерде түк қалады деген бойында Алашордашы Халел Досмұхамедұлының да қаны бар. Өйткені Сарман қарт Халелдің жиені болып келеді. Ол кісі және мынау сол кездегі жергілікті ақын жазушылардың өлеңдерін, жырларын, термелерін жатқа білетін көрін. Мені жетектеп алып барады да, күні бүгінге дейін көз алдымда көгалға отырады, көгалға отырып қойып, маған сол кісілердің жырларын айтады. 5-6 жасымда жаттаған жырларым күні бүгінге дейін есімде. Қазір Мұрат Мөңкеұлының, Ғылман Шөрековтың бір жырларын құттай басын қарасам, соны 4 шумақ болса да жатқа айтып бере берем. Отбасында 8 ағайынды, 4 інісі, 3 қарындасы бар. Дендеген дерттен әкесі сатып алды, 36 жасында келместің кемесіне мініп кете барады. Тірегінен ерте айырылған қоңыр ана қиындықтың қамытын киіп, белі қайысқанша жұмыс істеді. Еңбектің диірменінде шыңдалып, балалары үшін ағысқа қарсы жүзді. Мұрат ерте есейді бізге қарағанда. Біздер оқу бітіргеннен кейін бірден жоғары оқу орнына түсіп кеттік. Мысалға, жоғары оқуын 5-6 жыл сол орын бітіріп келдік. Одан кейін маман болдық, тағы сондай болып жатық. Ал Мұрат болса, ол бірден өмірге араласты. Мектеп бітіре салысымен ол қойшы болды, кейін шофер болды, әскери қатарға барып келді. Сондықтан ол бізден гөрі ерте есейіп кетті. Ол өмір мектебін бітірді, өмір академиясын бітірді. Керемет бітірді деп айта аламын, себебі өмірдегі оның қазіргі жасап атқан, атқарып атқан істері кім болса да үлгі боларлық. Бастапқыда Мұрат техникаға құмартып, инженер болуды армандады. Алайда әскер оның мақсатын 180 градусқа өзгертті. Қарулы сапта өзін үздік көрсетіп, тегін оқуға жолдама алды. Сөйтіп, ару қала Алматыға аттанады. Алатаудың баурайы қыр баласын жат көрген жоқ, құшағын жайып қарсы алды. Халық шаруашылығы институтын экономист мамандығы бойынша бітіріп шығады. Кейін туған жерге оралып, Қызылқоға ауданында Жинақ банк, Ұлттық банк мекемелерінде, салық инспекциясында экономист,
бөлім бастығы қызметтерін абыроймен атқарады. Табандылығы мен біліктілігінің арқасында қарапайым қызметкерден басшы лауазымына дейін көтерілді. 1996 жылдан бастап кәсіпкерлік салаға ден қояды. Әуелі саудамен айналысады. Қиын кездер еді, алайда алған бетінен қайтпайды. Осылайша бойындағы тулаған ұлттық рух оны ата кәсіпке алып келеді. Малдың ортасында өскен оған бұл шаруа бұйым болып па, дөңгелетіп әкетті. Бауырлары қолғабыс етті. Қазір Қызылқоғанның төсінде Нұрлы дала шаруа қожалығы жемісті жұмыс істеп тұр. Бұл Сармановтың агросектордағы іргелі істерінің бірі әрі бірегейі. Бүгінде ол құрылыс компанияларының құрылтайшысы, ауыл шаруашылығы, сауда, қызмет көрсету салаларын біріктіріп, ауқымды істі, үлкен ұжымды басқарып отыр. Қара галстук, қара костюм шалбарменен кабинетте отырған жұмысты неге сол Аладорбаға ауысты мен шығуға жұмыстанамыз деп те ойлаған кездер болды. Шындығында ол біздер сол кезде біздің кәсіпкерлік мұндай дамиды, жоғары қарқында болады, біздер әлемдік мынау нарыққа қабілетті ел боламыз деген шындығында ойымызға келеген жоқ. Бұл өзі өмір болғасын жерде әртүрлі қиындықтарды бағындыру арқылы, биік жетістіктерге жету арқылы, көріп, үйрену, ұмтылыс талпыныс арқылы осындай жағдайға жеттік қой. Қайырымдылық адам жанының нұры. Сол нұрдан қуат алған Мұрат Сарманов қай кезде де сауапты істердің қасынан табыла білді. Дана халқымыз кең болсаң, кем болмайсың дейді. Ол әрке жомарттық танытты. Меценат деген мәртебелі атаққа ие болды. Туған жері Миялы ауылының аз қамтылған отбасына тың жерден жаңа үлгідегі кең пәтер салып сыйға тартуы да оның кеңдігін айшықтай түсті. Бұл іргелі істердің тек бір парасы ғана. Ел ермен еңселі. Мұрат Сарманов халқының оған артқан жүгін жақсы біледі. Сондықтан қоғамдағы өзекті проблемаларға да өзінше үн қосып отырады. Қызылқоға атырабындағы киелі жерлер мен тарихи тұлғалардың есімін ұлықтау оның негізгі миссиясына айналған. Сондай-ақ облыс көлемінде өңірдің қоғамдық, саяси экономикалық жағдайларына жинақтаған тәжірибесі мен білімін тұжырымдап, өз ойын, пікірін білдіріп, түрлі бастамалар көтеріп, ұсыныстарын бөлісіп келеді. Тіл, мәдениет, өнер жанашыры, түрлі іс-шараларды ұйымдастырып, жас ұрпаққа тәрбиелі сана қалыптастыруға зор үлес қосып, ата-баба салт дәстүрін жаңғыртуда ерінбей еңбек етуде. Ақын жазушылардың кітабын баспадан шығаруға, шығармашылық кештер ұйымдастыруда, жағдайы төмен отбасыларды науқан сайын газет-журналдарға жаздыруға демеушілік танытып, қаржылай көмектерін көрсетіп жүргені тағы бар. Тай сойған, тайда сойған, қойда сойған, қаныңа қуат берген, сәл босайған, қақпақты қарағазан күнде қайнап, қазынама айналғансың, о тай сайған. Кешегі Исатай мен Махамбеттер, Шернияз шерлелеңмен шалған бөктер, шалқаған шалғыл-шағыл құмдар бар, балқыған бақытына бағдәулеттер. Тай сойған, талай тарлан ұл туған ел, малына масаттанып мыңғырған бел, сырымы халел мен салығы бар, ұлылық, ұлағатқа ұмтылған жер. Мұратай Сарманлы соның бірі, сайратқан сақилығы, не құрбыны, апшыған кезін сірә бір көрмейсің, жақсыдан қалған жалғыз көңіл нұры. Алқада арып ашып арманды айтқан, халқына қаға беріс қалған жайттан, толағай толғанысын толғай жүріп, самалға сырын шертіп мал жайлатқан. Жанында, жүрегінде бар дабылы, алаштың айшықталған ардағылы, алпысқа алшаң басып келіп қалған, аман жүрсін Мұратай Сарманлы. Ірілік шыққан емес шартық қудан, баледол қатарынан артып туған, бойына мейірімі дарығандай атасы Сарман қартқа тартып туған, даладан қуаламай көбелекті, інілер үй шаруасын дөңгелетті, мектепті Мұрат жақсы бітірген соң, жайлауда жас жапон боп еңбек етті. Одан соң қорғау отан жол алғанда, ерекше күш пен қайрат толар жанға, қуандел бұдан кейін Алматыдан күректей дипломмен оралғанда, бұл өмір келмейді ғой еркелеуге, жан емес шолақ ойлы келтегеуде, 4-5 жыл абыройлы маман болды, ауданда басты мекемеде.
туған жер ата-баба нық тұрағы, қадірін сонысымен ұқтырады. 1987 атыраулық Мұратай Қарлығашпен жұп құрады. Туған жер ата-баба нық тұрағы, ойласаң жанарыңа шық тұрады. 90-шы жылдардың бас кезінде Мұратай бизнеске бет бұрады. Бұл күнде Атыраудың дарабозы, білігін бар салаға салады өзі, көмекші, жары, іні, ұл қыздары бір өзі, ал өзі бір составтың паровозы. Жатады хабарласып достар оған, көресің Алматыдан, Астанадан біріккен кәсіпорын директоры, мамандар 70-80-90 адам. Ешқашан қалған емес атыдауға, бизнесі шынға жетті сатылауда. Бұл күнде шалқып тасып тұрып жатыр коттеджде 3 қатарлы Атырауда. Жатуды үйде бұғып қаламады, шетелді алыс жақын аралады. Жетім мен жесірлерге қамқор болып өткізді талай мәнді шараларды. Жаңашыл талай ісін халық көрді, самала кең далаға жарық берді. Ескі үй құлауға шақ тұрған кезде қарымсақ қартқа пәтер салып берді. Жатады тасып өзен, шалқып көлдер, самғайды зеңгір көкте. Нәсіптерлер, Райхан мен Аслан мықты маман, Бауыржан, Айгүлген кәсіпкерлер. Жетеді бұл әулетте өнегелер, анасын қуанышқа бөлегендер. Қарлығаш екеуінің тәттілері, Ерсұлтан, Айсұлтан атты немерелер. Өңкей асыл тұқымдар қырында кіл, Мұратай қас қырандай тұғырда тұр. Бұл күнде 8 ұл қыз бір қауым ел ауылда апай шалқып тұрып жатыр. Арманды алу қиын көңіл жеткен, сөз бар ма мәндеткенде, мәндеткенге өмірде өткен. Мұратай, 60 жасың құтты болсын, осындай табыстармен келіп жеткен. Мінезіңді қалыптел сүйеді шын, сарқылмас, домбыра дәурен тиегісің, ақынсың, сөз сөйлейсің төгілдіріп. Сен менің балдызымсың, жиенімсің, қонаққа әркез ашық дарбазасы. Бұл күнде болып қалдың ел ағасы, бірнеше атақтардың иегері, атыраулық фермерлер төрағасы. Дарабоз тұлғасын ғой сүйіктелге, жасны тәйір күтімді иықтерге. Алыпсың, жүзгілассың, айналайын, шыға бер биіктерден биіктерге. Атадан есті ұрпақ қалса, тектілігіне сын болмас деген ұлағат бар. Мұрат Сатыбалдыұлы өмірден өткен ата-бабаларға ас беріп, құрбан айт мерекелерінде кең көлемде дастархан жайып, ауыл ақсақалдарының басын қосып, баталарын алу қағидасын дәстүрге айналдырып келеді. Бұған қоса, Қазақстан фермерлер одағы республикалық қоғамдық бірлестігінің Атырау облыстық филиалы төрағасы міндетін жоғары дәрежеде ұйымдастырып, өңір шаруагерлері мен фермерлерінің зор ықыласына бөленіп жүрген қоғам белсендісі. Атқарған іргелі істері еленіп, облыс, қала, аудан әкімдері мен маслихат хатшыларының облыстық ардагерлер кеңесінен көптеген алғыс хаттарына ие болды. Қайырымдылық, кәсіпкерлік саладағы қызметтері үшін Атырау облысы бойынша меценат 2017, жыл кәсіпкері 2018, жыл үздігі 2019 номинациялармен марапатталды. Меценаттық бағыттағы аманат сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы саласының үздігі, өзі туып өскен, ұзақ жыл еселі еңбек еткен Қызылқоға ауданының құрметті азаматы. Мерекелік медаль төсбелгілері қаншама. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың арнайы жарлығымен құрылған жер жөніндегі үлкен комиссияда облыстың атынан 2-3 азаматпен бірге осы онлайн режимдегі кеңестерге қатысып отырады. Оның өзі осы азаматтың біліктілігі, білімділігін көрсетіп отыр. Тек қана кәсіппен ғана қызмет етіп қоймай, сонымен бірге елдің болып жатқан жағдайларына үлкен көңіл бөлу, ол парасаттылықты, қарапайым кісілікті, Мұратайдың бойындағы адами қасиеттің ең жақсысы қарапайым, кісілігі мол. Кез келген уақытта ол азаматпен тіл табысуға, оңай сөйлесуге болады. Табыл Досымовтың кесенесін қайтадан жарақтауға атсалысып, үлкен бұл бағыттағы да жұмыстар жүргізді. Сондықтан мен Мұратай ағамызды осы бағытта жақсы түсіндім. Сондай-ақ мынау ол кісімен сөйлескен кезде, пікірлескен кезде Атырау өңірінің ауыл шаруашылығы, соның ішінде
мал шаруашылығына қатысты өзінің оңды пікірлерін үнемі айтып отыратын және дұрыс пікірлерін айтып отыратын, соған жанашып отыратын. Осындай іс-әрекеттер арқылы, ол тек сөйлеген сөзінен емес, іс-әрекеттер арқылы да қазіргі уақытта облысқа белгілі болып, сол облыстың мал шаруашылығындағы фермерлерінің осылардың мұң-мұқтажын жоғары жаққа жеткізу, олардың қай бағытта қалай жұмыс жасау керек, соған ақыл кеңес беру бағытында үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Өмірге келіп қалыптасуы, еңбектегі жетістіктері, мәдени көпшілік шаралардағы атқарған қызметтері хақында жазылған «Қыран қияға қонады» атты кітабы да оқырмандар тарапынан оң бағасын алды. Кітап демекші, рухы биік, сөз саптауы кәнігі шешендіктен кем түспейтін, жазушылық қарым-қабілеті мол Мұраттың биылғы жылы анасының 80 жасқа толу құрметіне арналған «Ана шапағаты» атты кітабы жарық көрді. Елі мақтаған Атымтай Жомарттың өмірлік серігі Қарлығаш екеуі Бауыржан асландай ұл, Райхандай қыз тәрбиелеп, ұлдарын ұяға, қызын қияға қондырды. Олардан немере жиен сүйіп, ұрпақ сабақтастығының куәсіне айналды. Ата тәрбиесінен нәр алып, құлашын кеңге созған қыр баласы 60-тың белесіне көтерілді. Ол осы жасына дейін ауыл деген алтын бесіктен бір сәтте ажыраған емес. Алыптарды түлеткен киелі топырағынан алыстамады. Бастысы, ата аманатына қиянат жасамады. Қырдан осалдардың шықпайтын дәлелдеді. Мал баққанның далада қалмайтын көрсетті. Сөйтіп, қайталанбас қолтаңбасын қалдырды. Жалпы баяғыда қазақтар айтады екен, Алла тағала бар байлығымды алсам да ниетімді алма деп. Адамға негізі берілетін зат ниеттен. Сен қай жерде ниетіңді түзелу болсын. Мысалы, біздің мына патшамызға сол ниеттеніп жұрттың барлығы ниеті дұрыс болса, елдің экономикасы да, әлеуметі бәрі де дамиды. Ал осы мына ішімізде кішкене бір қара үшінші топтар бар. Ой, былай емес, ол былай емес деген. Сол кішкене дамуымызды кейін тартады. Ол жақсы емес. Ағалық ардақты асудан асып, ақсақалдық кезеңге көтерілген тұста оған арналған 3 кітаптың тұсауы кесілді. Мұратай кітабының авторы белгілі алаштанушы Айдын Рысбекұлы. Кітапты жазудағы мақсатым, Мұратай ағамыз сықылды, әр өңірде үлкен бір тұлғалар болады. Қазақтар атам заманнан бері тұлғалардың маңайына топтасып, соның төңірегіне жиналған. Тұлғасыз ел таусыз дала сияқты елестейді екен. Сонда бұл кісі өз туысы да жеті атасынан бері жаңағы мына махамбеттер шыққан, анау ар жағына қассаң бейбарыстар шыққан үлкен текті әулет. Енді нағашы жағынан жаңағы атақты Алдар би шыққан, міне жаңағы Қалел Досмұхамедовтың аталары. Екі жағынан да ұпайы түгел. Бұл кісінің өз жағынан да, нағашысы жағынан да. Содан мына қанмен берілетін қасиет, сүтпен сіңетін қасиет болады екен адамда. Мына Олжас Сүлейменовтің үлкен бір сөзі бар. Ана сүті арамдыққа суарса, сиыр сүті ала алмайды, сенем деп дейді. Соқтан бұл кісі өзі уызына жарған әулеттен шығып отыр да, соның арқасында қазір бұл тұлғаға айналып отыр. Екінші еңбек өзінікі Шуақты күндер деп аталады. Үшінші болып тұсауы кесілген Қырық қырлы бір сырлы атты туынды. Авторы белгілі қаламгер, Қазақстанның құрметті журналисі Төлеген Жаңабайұлы. Үш еңбекте де Мұрат Сармановтың өнегелі өмір жолы жан-жақты зерттеліп, оған қатысты тың мәліметтер жазылған. Расында Сарманов өзінің сара жолын қалыптастырған сақа тұлға.